Мүмкіндігі шектеулі жандардың әлеуметтік жағдайы мемлекеттің назарынан тыс қалмайды. Айқын дәлел президент Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жолдаудағы нақты тапсырмалары. Елбасы үкіметтен бастап жергілікті әкімге дейін мүгедектер бірлестігінің құқықтық базасы қызметін жетілдіруге шақыратынын жеткізді. Осы мақсатта Созақ ауданы әкімдігі мүгедектер қоғамдық бірлестігі орналасқан ғимаратқа жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жылу жүйесінің іске қосылуына жәрдем көрсетті. Біздің осы тұрған офисімізбенен, кеңсеңізбенен мына тігін цехын ремонттан өткізіп берді. Ақтап, сырлап 8 жылдан бері тозып кеткен. Мына жылу жүйесін жүргізіп атқан облыс әкімінің ықпалымен жігіттерге, ауылдағы жігіттерге рахмет. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың тұрмыстық қызмет көрсету, тағам өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында жұмыс істей алатындығын созақтықтар дәлелдемек. Мүгедектер мүмкіндігі шектеулі қыз-келіншектердің жайна қоғамдық бірлестігіндегі тігін цехына келуші қыздардың тұрақты жалақысы ұйымдастырылмақ. Жоспарланған жобаның аты Аманат деп аталады. Облыстық кәсіпкерлер палатасымен бірігіп, қазір Аманат деген үлкен мега жоба жасадық. Ол 4 бөлімнен тұрады. Енді Құда қаласа, соны біз қыркүйек айында барып қорғаймыз. Оны қорғап келгеннен кейін үлкен тірліктер жобаға сайын деп тұр. Мынау ауданның 100 азамат пен азаматшысын жұмысқа қамтимыз деген үміттеміз. Ол да болса біздің ауданға жасалып жатқан өте үлкен тірлік. Мінекей бүгінде біз үлкен кәдімгі қай фабрикалардан, қай заводтардан киім өте сапалы шығып жатыр қазір. Сосын бізде өзіндік құны төмен. 4 жобамыз бірінші мата кластері дейді, тігін. Мінекей көріп отырсыз, бірінші жоба 80% бітті. Екінші туризм дейді. Туризм және зират дейді. Бізде қазір мынау туристік жоба жасайтын жерлер көп, туристік саяхат жасайтын жерлер. Мысалы, мынау біздің Қызыл көліміз, міне Қаратауымыз, мынау әулиелі жерлер, осы жерлердің бәріне кемпингтер ашып, мүмкіндік болса, біз жобамызбенен өзіміз жобамыз ұсынып, соған қатысу. Үшіншісі, жаңағы энергияны пайдалану. Оғанда менде инженер жігіттер отыр, инвалид болған. О кісілер өзінің жобасын, проектлерін тастап жатыр қазір. Мынау жел арқылы бізде энергия алу. 4-ші жобамыз мүгедектерді пластик. Мына билборд неге цех ашып өз алдына. Оларды өз алдына біз шығарып, сонда 4 жобамен шығып отырмыз қазір. Мүгедектер мүмкіндігі шектеулі жандарды еңбекке қоғаммен араластыру. Бұл жобалардың жүзеге асырылуы аудан және ауыл әкімдігі, аудандық кәсіпкерлер палатасы мен аудандық әлеуметтік бағдарламалар бөлімі қызметкерлерінің талқылауына түсті. Жоба аудан әкімдігі тарапынан толық қолдауға ие болып отыр. Жалпы аудан әкімдігі бұл мүгедектер қоғамына бұрында да қолдау көрсетіп келе жатыр, әлі де қолдау көрсетеді. Бұл назарынан тыс қалған емес. Жаңа айтып жатсыздар ғой, мына ғимарат мәселесі. Ғимарат мәселесінде өздеріңіз айтып отырсыздар, жөндеуден өткізіп бердік. Тағы да варианттарымыз бар, оны аудан әкімі Аманғай Тұқтыбайлы айтты өздеріңізге, қосымша жайсат бөлу болмаса басқа ғимарат беру мәселесін. Ол әр уақытта қолдау көрсетіледі. Жаңа айтып отырған сіздің 4 жобаңыз кәсіпкерлік палатасына, оны біздің аудан әкімдік тарапынан әрдайым қолдау болады. Басқосу барысында мүгедектер қоғамдық бірлестігінің 2 мүшесіне Талғар қаласындағы санаторияға жолдама мен жолақы берілді. Сонымен қатар тігін цехындағы тігілген ақжайма, қолғап, түрлі киімдер секілді өнімдерді өңірдегі өндіріс орындарына өткізу мәселесі де талқыланды. Бүгінгі таңда Созақ аудандық мүгедектер қоғамдық бірлестігімен бірлесе отырып кәсіпкерлік палатасы тығыз байланыста жұмыс жасап жатыр. Бұл кісілердің шығарып жатқан өнімдерін, болашақта алдағы іс жоспарларын талқылай келе біз өндіріс орындарына ұсыныс берейін деп жатырмыз. Бұл шыққан өнімдерін енді өткізу керек ары қарай. Әрі жұмысын дамытуымыз керек. Қазіргі таңда Созақ аудандық мүгедектер қоғамының алға қойған 4 жоспары бар. Соны іске асыру үшін облыстағы кәсіпкерлік палатасымен бірлесе отырып, сол жобаның іске асуына жұмыс жасап жатырмыз. Ол Құда қалса алдағы уақытта шешім табады деп сенімдемін. Мүмкіндігі шектеулі жандардың әлеуметтік жағдайы мемлекеттің назарынан тыс қалмайды. Ғалымжан Тойшиев, Елдос Сатыбалдиев, Созақ телеарнасының жаңалықтар қызметі үшін.